Мен толық есімім Мисахан Нұрбақыт. Негізі мамандығым өзімнің медицина маманы. Мен 7 жыл Семей медицина университетінде оқығам. Осы Хан Education компаниясының сопровождениесіне жүгінген. Осы медицина университетінде 7 жылдан кейін бітіргеннен кейін ой болғанда резидентураға тапсыру деген сияқты. Бірақ та потом кейінірек түсіне бастадым, что мен негізі өмірімді более ғылыммен және де врачевание емес, ол осы медицинадан бөлек маған IT саласы да более қаттырақ ұнайтын да, сондықтан да мен сонымен байланыстырғым келді. Және де негізі мектеп кезінен арман болатын шетелде оқу деген сияқты. Сондықтан да сол оқудан кейін сол жаз мезгілінде жүрген кезде ойланып жүрдім да, неге шетелге тапсырғым келеді деп. Ой тез келді солайынан. Сондықтан одан кейін мен досым болатын, ол сіздер туралы өте қатты жақсы біледі. Бурхан мырзаны қатты сыйлайды. Андай өте қалай айтады ғой, как кумир сияқты көретін досым болады. Сол маған негізі реклама жасады сіздер туралы. Содан кейін мен негізі шетелге тапсырып көрсем қалай болады екен, одан кететін прям жаман емес. Сондықтан мен соны опыт ретінде көрдім да, содан кейін тапсыруға негізі бел байладым. Біздің жалпы осы уақытқа дейінгі мен жазда бастап сіздерге хабарласқан болатын. Содан бері уже бір 7-8 айдың көлемінде ғана өтті. Біз қазір түскен университет Мичиган University, Мичиган штатындағы, Ан Арбор қаласы. Мамандығым Health Informatics. Негізі оған дейін Бурхан мырзамен сіздердің командамен келіскен кезде тағы да одан бөлек университеттер болды негізінде, бірақ та біз осыны таңдауға келістік. Себебі мен осыған дейін айтқандай, негізі информатика саласы мені больше қызықтырады. Содан кейін мен кейінгі 2 жылдықта искусственный интеллект туралы оқи бастадым. Именно медицинадағы оның жаңағыдай маңызы туралы оқи бастадым да, содан кейін мен осы бағдарламаны таңдауға шешім қабылдадым. Менде ол кезде 5 жылдық бакалавр бітірген болатын Семей медицина университетінде, және де Семей медицина университетінде тағы 2 жыл бізде интернатура болады. Бірақ мен Павлодар қаласын бітіріп келдім. Менде сол 2 диплом болды қолымда. Одан кейін сол магистратура тапсыруға бел байладым. IELTS бойынша енді IELTS тапсырған болатын, бірақ та енді оқуға тапсыратын кезде мен сіздермен сөйлескен кезде айтылған, Америкаға тапсырғым келеді деген кезде сізге IELTS-ға больше дайындалу керек болады. Жаңағыдай 7-0-дан жоғары алсаңыз сізге шанс көбірек болады, көптеген университеттерге тапсыра аласыз дегеннен кейін. Менде бірақ IELTS болды, бірақ менде қателеспесем 6 ма сондай ғана болды негізі осы уақытқа дейін. Өзім максимально тапсыра алған мүмкіншілігім. Сондай бэкграундпен келдім. Содан кейін плюс сіздерден неше мен IELTS курсын алған болатын. Бізге өте керемет мұғалімдер IELTS-ын именно сол кезде маған өте үлкен андай алдыға жылжуға дейді, прогресс жасауға именно ағылшын тілінен сіздерге жақсы көмек көрсетілді. Біріншіден сол менің досым қатты реклама жасады сіздер туралы. Екіншіден мен өзімде зерттеу барысында мен басқа да негізі сондай менторлықпен айналысатын компаниялар бар да, бірақ мен іздегенім бойынша мен ең қалай айтады, шәкірттері көп, ең популярный, және де айтады отзывтары болсын, енді студенттерінің жаңағыдай көптеген результаттары өте жоғары болған единственный дейді, жалғыз кажется компания сіздер болдыңыздар. Сондықтан одан кейін маған өте көп Бурхан мырза көбірек шығатын, және де солайынан негізі реклама жасалды. Плюс сіздердің уже сервистарыңызды пайдаланған достарым болды, солар да айтты, өте керемет, сіздер сенсеңіз болады деген сияқты. Содан кейін мен сіздерді таңдауға шешім қабылдадым. Әрине болды. Себебі медицина саласы болғаннан кейін, мысалға көп балалар 4 жыл оқиды да, сразу тапсыруға келеді. Ал менде андай қорқыныш болды, мен уже 7 жылымды оқуға жібердім. Дальше түспей қалсам тағы 1 жыл тағы жұмсайын ба, тағы кете ма деген сияқты қорқыныштар болды. Бірақ та енді тәуекел дедік, өйткені себебі оны оймен алып тастадым, что бұның барлығы ол опыт, бұның барлығы ол өзіме жасалып жатқан инвестиция деген сияқты нәрселермен. Сондықтан да басқаларға да негізі айтарым, негізі қорқыныш ол всегда болады, бірақ та шынымен Хан Education командасыменен, егер де бэкграундыңыз қатты андай күшті супер болмаса да, шынымен де сіздердің бір 80%-ық мүмкіндіктеріңіз, даже одан да көп, 100%-ға жақындық мүмкіндіктеріңіз бар. Мен де тура солай қорқынышпен келдім, бірақ та шынымен қазір үлкен осы 7 айдың ішінде үлкен жеңіске жетіп, сондықтан мен оған қатты қуаныштымын. Хан Education мен маған ұнаған сәттері, біріншіден сіздердің командаңыз өте андай, қалай айтады, адамға комфорт сыйлай алады. Каждый менеджермен сөйлескен кезде де прям ашылып сөйлесе беріңіз деген сияқты өте жақсы. Екіншіден барлығы өзінің эксперттары.
мен білем, өйткені мен университет таңдау барысында менде өте көптеген андай білім жетіспегендіктен маған өте көп осындай университеттер бар, осындай университетке түсірсеңіз сіздің бэкграундыңызда сіз осындай компанияда жұмыс жасаған екенсіз деген сияқты нәрселермен жақсы аналитика жасап бере алды. Одан бөлек Бурхан мырзаның өзіне де рахмет айтамын, өйткені анандай не только профессионализм емес, сонымен қатар андай ментально көмектесуге жақсы себеп болды. Себебі каждый біз болашаққа тапсырардың алдында да, университет таңдау барысының алдында да, SHL-дың алдында да өте көптеген өздерінің көмектерін көрсетеді, сөйлесіп, осылай болады, осылай болады, жаңағыдай барлық тесттармен қамтамасыз етіп. Одан кейінгі мен ең жақсы ұнағаны көптеген компаниялар олар негізі андай жалған ақпараттар беру мүмкіншілігі бар сияқты, бірақ сіздерге мен риза болғаным, мен мысалы SHL-ды маған шаблон берді, осымен келеді, дайындалыңыз деп. И мен қуандым болашақта, өйткені маған 90% сол сіздердің берген дүниемен келді. Сондықтан да шынымен өте сенімділігі өте жоғары. Осы заттар маған негізі өте қатты ұнады Алихан Education бойынша. Ол керемет сезімде болдым, себебі негізі мен ойлаған жоқпын, ол шығатынын күттім, бірақ та ең бірінші информацияны мен сайттан емес, басқадан емес, Бурхан мырзаның өзінен көрдім. Ол кісі маған хабарласып, звондап құттықтап, өте қатты қуандым. Сразу сол білгеннен кейін бірден шынымен, өйткені анадай ұтуын ұтасың, бірақ та андай финансирование өте маңызды болғаннан кейін, плюс еще мемлекеттен қаншама миллиондаған ақшаны ұту деген ол тем более андай үлкен конкуренцияда. Сондықтан сол кезде шынымен Алиханов Education осы компанияға өте қатты андай рахметін айтқан болатынмын. Кететін туралы ең алғашқы хабарлағаным ол анама хабарладым, себебі ол кісі қатты күткен болатын. Себебі оған дейін менде негізі шетелге тапсыру практикасы болды да, бірақ сол моментта семейный жаңағыдай причиналарға байланысты дейді, отбасылық тағы да басқа, соған байланысты енді мен бармадым, бірақ сондай жаңағыдай өкініштер болған. Сондықтан анам білгеннен кейін ол кісі өте қатты қуанды. Шынымен сіздерге ол әлі күнге дейін рахмет айтады, командаларыңызға. Одан бөлек содан кейін өзім отбасыма, болашақ жарыма айттым, барлығы қуанды. Менен бөлек, мен эмоция емес, даже сол жақындарым көзіне жас алып жылап жүрген кісілер болды. Сондықтан да өте үлкен керемет эмоцияда болды. Мен осы Қазақстанда тұрып жатқан осы біздің барлық студенттерге, ол любой кез келген адамда қорқыныш болуы мүмкін. Бізде көп адамдар жасқа байланысты айтады. Мен сияқты медицина саласында жүрген көптеген студенттер бар, шынымен шетелге оқығысы келетін. Сондықтан да мен айтарым, ештеңеден қорықпау керек. Единственное, осы Алихан Education-ге егер сүйенсеңіздер, командасынан көмек сұрасаңыздар, ол кісілермен жұмыс жасасаңыздар, ол кісілер шынымен сізге гарантия бере алады. Ең бастысы өздеріңізге сеніп, одан кейін главное сіздердің командаларыңыздың айтқан айтады ғой, жұмыстардың сіздер берген заттарды уақытылы орындаса, сіздермен жақсы қарым-қатынаста болып, главное сіздер берген заттарды орындай алса, онымен қатар өздері еңбектене алса, мен ойымша кез келген адам шынымен де болашақта да ұта алады, SHL-ді тапсыра алады. Және де ең керемет университеттерге ақш болсын, Европа болсын түсе алады деп ойлаймын. Сондықтан да барлықтарыңызға айтарым, мен осы Алихан Education-ді сіздерге өте қатты андай ұсынамын. Одан бөлек өздеріңізге сенсеңіздер, еңбектің жемісін көресіздер деп ойлаймын.